Күн сіздермен номер 993 есеп. Бірінші есеп. x-7 модульге артық 0-ден дейді. Бірінші өзін модульс көшіріп аламыз. Екінші есеп ретінде біз таңбасын өзгерте отырып, кері сан аламыз, бірақ бізде минус 0 деген жоқ. Сол себепті 0-дің өзін жазамыз. Не себепті? Себебі бізде кез келген модульді оң санмен және теріс санмен ашатынымыз айғақ. Егер сізде таңба берілген болса, екінші теріс санды жазатын болсаңыз, онда таңба кері қарап өзгертесіз. Осы жерден шығарамыз. Осы жерден x-7 теңсіздіктің екінші жағына өткізетін болсам, плюс 7 болып өтеді. Мұнда таңба өзгермейді. 7. Енді осыдан теңсіздік белгісін сызамыз. Координаталық сәуле сызамыз. Бізде бір ғана сан 7 кірмейді. X үлкен болған кезде x-іміз әрдайым ол плюс шексіздікке барады. Ал x-іміз кіші болған кезде міндетті түрде минус шексіздікке дейін барады. Сонда жауабы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі аралық, яғни бірігуін аламыз. Екінші есепті дәл осылай орындаймыз. Яғни x минус 4 кіші 3-тен екен. Екінші не деп аламын? x минус 4 таңбаны өзгертемін де осыны қарама-қарсы санын аламын, теріс санмен. Осы екеуін орындаймыз. Кеттік, жүйе ретінде орындаймыз. Минус 4 теңсіздіктің екінші жағына плюс 4 болып өтеді. Сонда 3 плюс 4 7-ні береді. Ал мұнда минус 3 плюс 4 бізде азайтылады. Әртүрлі жаңағы біреу теріс сан, біреу оң сан болғандықтан азайтылады. Үлкен таңбасы қойылады. 4-тен 3-ті азайтамын 1. Себебі бізде 4 үлкен сан 3-ке қарағанда. Сонда артық 1-ден болады. Осыны координаталық сәулесін кескіндеп жіберемін. Мұнда 1 тұрады, кірмейді, себебі қатаң. Мұнда 7, бұл да қатаң. Так, x кіші дейді. Кіші болса әрдайым ол плюс шексіздікке барады. Екіншісі x үлкен дейді бір жақта. Бірден басталады, себебі бірде тұру. Қай аралықта? 1, ол бізде 1 мен 7-нің аралығында. Сонда жауабы 1 мен 7-нің аралығы. Келесі үшінші 2x плюс 1. 2 плюс x, 3-тен кіші. Екіншісін 2 плюс x-ті 3-тен минус 3-тен артық деп аламын. Таңбаны өзгертемін. Және ол кері бағытты қарама-қарсы санға ауысады. Сонда x қалады. Плюс 2 теңсіздіктің екінші жағынан минус 2 өтеді. 3-тен 2-ні алғанда 1. Ал мұнда артық минус 3, минус 2, минус 5-ті береді. Координаталық сәулені кескіндеп жіберемін. Минус 5 теріс сан мұнда жазылады, кірмейді. Қатаң себебі. Ал 1 мұнда оң сан. X артық болған кезде мына аралық болады. Яғни плюс шексіздікке барады. Ал x кіші 1-ден деп тұр, 1-ден бастаймын да кіші болғандықтан қайда барамын? Минус шексіздікке қарай апарамын. Сонда қай аралықты бір қиылысып тұр? Минус 5 пен 1-дің аралығында. Төртінші. x плюс 3 артық 2-ден дейді. Онда екінші жолын не істеп аламын? X плюс 3 кем минус 2-ден деп аламын. Осы екеуін шығарамыз. Так, x мұнда минус болып өтеді. 2 минус 3 бізде нені береді? Минус 1-ді береді. Ал мұнда x таңба минус 2, минус 3, минус 5-ді береді. Енді координаталық сәуледе кескіндейміз. Минус 5 кіші бірінші жазылады, ал минус 1
минус 5-тен үлкен, ол екінші жазылады. X үлкен минус 1-ден. Осы аралық. X кіші минус 5-тен кіші болса, плюс шексізге қарап барады. Демек, бұл жерде біз жауабын алғанда бірігуін аламыз, себебі қиылысу нүктесі жоқ, сонда жауабы минус шексіздіктен минус 5-ге дейін бірігу минус 1-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Келесі 5-ші есеп x минус 4 артық немесе тең 3-тен екінші жақша ашуымыз ол кері амалға өзгертеміз, сонда минус 3. Осыны шығарамыз, осы жерден x артық немесе тең минус 4 плюс 4 болып өтеді, 7 болады. Ал мұнда минус 3 плюс 4 1-ді береді. Енді координаталық сәулеге саламыз. 1 кіреді, қатаң емес болып тұр. Қатаң емес болған кезде кіреді, яғни іші боялады. 7 де кіреді, іші боялады. Яғни қосалғанда деген сөз. X артық 7-ден артық болған кезде әрдайым плюс шексіздікке қарай жүреміз. X кіші болған кезде ол қайда барады? Әрине минус шексіздікке. Сонда жауабы минус шексіздіктен 1-ге дейінгі бірігу 7-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Соңғы 6-шы есеп x плюс 2 артық немесе тең 5-тен екінші жол кері амалмен ашамыз. Теңсіздік белгісі ондай кезде өзгереді. Осыдан шығарған кезде бізде не шығады? X 5 минус 2 болады 3. Минус 5 минус 2 минус 7-ні береді. Координаталық сәуле минус 7 кіреді, қатаң емес, 3-те кіреді. Минус 7. X кіші болған жағдайда ол минус шексіздікке барады, X үлкен болған жағдайда плюс шексіздікке барады. Сонда жауабы минус шексіздіктен минус 7-ге дейінгі аралық бірігу 3-тен плюс шексіздікке дейінгі.